Қ әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. Қ әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жол ортасына дейін көтеріп, қысқа сызық сызамыз да, тік төмен түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете, астыңғы сызыққа тигізе, солға қарай доға жасап, сызықты оңға тартып, көлбеу сызықты үстіңгі жолды қия жоғары көтереміз. Үлкен жол ортасына жете, оңға қарай иіп, күркеше жасаймыз. Екі сызықтың қиылысқан нүктесінен оңға сызық тартып, оны көлбеу сызықпен ұштастырамыз. Астыңғы сызыққа тигізе, доға салып, ілгек жасаймыз да бау байлаймыз. Қ әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Астыңғы сызыққа тигізе, көлбеу түзу сызып, сол сызықты бастыра жол ортасына дейін қайта көтерілеміз. Жол ортасынан сызықты қиғаш оңға тартып, үстіңгі сызыққа тигізе, күркеше жасаймыз. Жол ортасында жазулар қиылысынан түзу шығарып, төмен қарай ілгек жасаймыз да бау байлаймыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге Қ әріпін жаз.